Әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы біздің ғажайып түсіміз. Сабақтың мақсаты сөйлеу барысында нақыл сөздерді пайдаланасың. Кейіпкердің көңіл күйінің өзгеруін мәтіннен тауып оқисың. Құрастыр. Сурет бойынша әңгіме құрап айтыңдар. Яғни мына берілген суреттер бойынша әңгіме құрап айтамыз. Түсіндірме. Қазақ ауыз әдебиетінде жеңіл әзілге құрылған, өмірдегі күлкілі оқиғаларды бейнелейтін шығармалар кездеседі. Мысалы, өткен сыныптарда Қожанасыр, Алдаркөсе туралы аңыз әңгімелерді, Оспанхан Әубәкір, Шонас Мақанұлының шығармаларын оқыдың. Ал бүгінгі Гүлнәр Өмірзақованың бестік баға туралы түс өлеңінен жеңіл әзіл аңғарылады. Енді балалар, оқулығымыздың 37-ші бетін ашып, бестік баға туралы түс өлеңін мәнеріне келтіріп оқимыз. Балалар, өлеңді мәнерлеп оқып болсаңдар, ойлан. Өлеңдегі оқиғаны 3-ші жақта ол әңгімелеп айт. Қыз бала неліктен осындай түс көрді? Кейіпкердің көңіл күйі неліктен өзгерді? Және ол қандай күйде болды? Оның несі су сепкендей басылды? Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Сәуірдің 23-ші, сынып жұмысы, бестік баға туралы түс. Төмендегі сөздер қандай сезімді білдіреді? Мағынасына қарай сәйкестендіріп жаз. Яғни, қап әттеген-ай, бәрекелді, па шіркін, шіркін-ай, ту деген сөздерді кесте бойынша орналастырамыз. Абай атаның өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген сөзін негізге алып, кейіпкерге не айтар едің? Ойыңды жаз. Жақсы балалар, тапсырмаларды ұқыпты, әдемі жазып орындаймыз. Іске сәт.